Кез келген ата-ана баланы дамытып, қабілеттерін танып білуге тырысады. Себебі осылай ғана баланы тұлға ретінде қалыптастырамыз. Ал бұндай қызметте дұрыс сұрақтар көмектеседі. Эфирде мен Адилбек Аяру және де менің қонақтарым Медиаскул тәттілерін шақырамыз. Жалғасбек Айша Қуат қызы. Абдрахимова Аяружан Дос қызы. Менің інім бұзық. Мен бұзық емеспін. Менің арамда 2 сіңілдерім бұзық. 5-ке оқысан қуанамыз. Сен тәртіпті, ақылды қыз болып жүрсен, біз қуанамыз. Ол ақылды бала деген, ол әділетті, жауапкершілігі бар адам. Ата-анасы тыңдау керек. Мен сурет салуды ұнатамын. Биге қатысам, домбыраға қатысам. Мен сурет салам, биге қатысам. Менің арманым мұғалім болу. Мен мұғалім болсам, өзімнің артымдағы сіңілдерімді, басқа да балаларды оқытар едім. Менің арман сатушы болғым келеді. Өзімдің достарымды шақырамын, танымыздарды шақырамын. Кішкентай балалар сөйлей алмайды. Сондықтан олар керек нәрсесін жылап түсіндіреді. Кішкентай балалар өзінің ойыншықтары сындырса, олар жылайды. Білім алу үшін ақылды Қазақстанда бос жерлер көп. Біз соларға фабрика, завод салып, Қазақстанды көркейтеміз. Сол үшін біз білім аламыз. Қазақстанның болашақ бұл менімін. Келесі